Сіздер өздеріңіз білетіндей біздің осы жер шарында буддалар көп емес. Және ол діннің түрін шығарған елді сіздер білетін шығарсыздар. Әрине ол Үндістан. Үндістан халқы жағынан екінші орында тұр. Және бүгін осы Үндістан туралы айтатын боламыз. Біз осы әр жексенбі сайын апталық өткіземіз. Бұл апталықта әртүрлі елдер туралы айтатын боламыз. Олардың қызықты ақпараттарын айтатын боламыз. Сонымен бастаймыз. Үндістанның осы тәуелсіздік күні 15 тамызда, яғни 1947 жылы екен. Үндістан өздеріңіз білетіндей тәуелсіз ел, тура Қазақстан сияқты. Бірақ олар бізден ерте алған екен тәуелсіздігін. Тілі ағылшын тілі, хинуди тілі және тағы басқа 21 тіл. Қызықты ақпарат екен, не достар? Бұл таңғаларлық жағдай. Мысалы, біздің Қазақстанда халық саны көп. Халық санының ішінде көптеген басқа елдер бар. Елдің адамдары бар. Ал Үндістанда бар ма екен? Әлде шынымен де осы тілдермен айналысады ма екен? Оны біз біле алмаймыз, өкінішке орай. Елордасы Нью-Дем дейді. Бұл қала туралы мен вообще естімеппін, шынымды айтсам. Мумбай. Бұл қала туралы естігенім бар. Бұл қала өздеріңіз білетіндей Үндістанның қаласы. Колмутта Момбей дейді. Бұл қала туралы вообще естімеппін. Дели дейді. Достар. Естеріңізде ма, Дели деген қала бір ужастик фильмде болып еді ғой? О да Дери болған. Бангалоп дейді. Бұл қала туралы вообще естігенім жоқ, достар. Президенті Рам Нагававинт дейді. Достар, фамилиясы 3 неден тұрады екен? Сөзден. Рам Нагававинт. Индуизмге табынатындар 80,3% екен, достар. Индуизмге табынатындар көп екен. Мұсылмандар 11%. Мұсылмандар да бар, өздеріңіз білетіндей. Ал мәсіқмін деген діндегілермен айналысатындар да бар екен. Ондай да дін бар екен. Үндістанда олар 4% екен. Сақта деген дінді пайдаланатындар 2,8%. Бұл өте қызықты ақпарат екен. Осыдан біз Үндістанда қанша сонда көп діндерді қолданатынын білдік, достар. Егер видеоны аса лайк басыңдар, каналға жазылыңдар, өзіңіздің достарыңызға таратыңыздар, оларды шақырыңыздар. Егер ойларыңыз болса, комментарийлерде қосымша ақпараттарыңыз болса, жазып кетіңіздер. Біз әрине оқимыз. Сөйтіп, ұнаса лайк басамыз. Сау болыңдар.